Сәлем достар, бүгін мен сіздерге бір жілік жылқының етін қалай жайғастырып, одан қазы түю керек екенін айта кетем. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле отырыңыздар. Сіздерге осындай әдістерін көрсете кетемін. Ал енді еттердің бәрін алып, осылай тілшелейміз. Қалыңдау жерлерінің арасын кесіп қоямыз. Кейін тұздағанда барлық жеріне тұз себеміз. Мінекей мына сүйектерін де еттерін біраз аламыз, араларын ашып, және қазы түйгенге жіңішке қылып турап тастай береміз. Мінекей негізі қазыға салатын жері осы қабырғаның маңайындағы еті, майы және өзінің арнайы қазылық еті болады. Бұрын аналарымыз 2 елі қазысы бар екен, 3 елі қазысы бар екен деп осының майын өлшейтін еді саусағымен. Ал енді бәрін өстіп жекелеп, жіңішкелеп, турап сала береміз. Ал сүйектердің түп жағын тағы да пышақпен жақсылап арасын ашамыз. Өйткені тұз тимесе, ол жерлер иістеніп қалады. Жылқының еті негізі өте дәмді, керемет. Оның еттерінің жалы, жаясы болады, қазысы, қартасы, қарыны. Мінекей жаясы осылай болып тұрады. Еттің бетін мынандай қалың май басып тұрады. Осы жаясы өте дәмді болады. Ал мынау жылқының жалы. Өзі қаттылау май болып келеді. Жаңағы түйенің өркеші сияқты. Өте дәмді. Ал енді сүйектеріміздің бәрін өстіп тілшелеп боламыз. Соңына дейін. Достар, өздеріңіз үйлеріңізде қалай жасайсыздар, қандай еттер жейсіздер, сол туралы комментарияға жаза отырыңыздар. Бұрын кішкентай кезімізде ата-анамыз әрдайым осылай ет алып, қазы түйіп, сүрлеп сақтайтын. Сол кезде сол кісілерден біраз үйренгеніміз бар. Осының бәрі тәрбие, өнеге. Негізі балаға өз ісіңмен ғана тәрбие бере аласың. Бала сен не істесең, соны қайталайды. Сосын еттердің арасында, майлардың арасында осындай бездер болады. Еттің арасында болмайды, майдың арасында болады. Соны кесіп алып тастаймыз. Ол бір жаңағы домалақ болып, түйін болып көрініп тұрады. Достар, менің осы видеомды жастарға таратып отырыңыздар. Жас келіндерге, олар көбісі біле бермейді. Ал енді үлкен кісілер әрине барлығы білетін шығар деп ойлаймын. Сосын менің бір естігенім, мына Астана жақта, солтүстік жақта көбісі етті тұздамайды екен. Етті үлкен қып кесіп, тоңазытқышқа салып қатырып қояды екен. Егер де біз өйтіп тоңазытқышқа тек сала салатын болсақ, тұздамай, етіміз біраз тұрса, иістеніп, бұзылып кетеді. Ал егер де сіз тұздап барып салатын болсаңыз, ол етіңіз бұзылмай сол күйінде сақталады. Әрі дәмі өте керемет болады. Ал енді біз мына тілшелеп қойған еттерімізді қазыға арнап тұздаймыз және оған қосып сарымсақты үккіштен өткізіп және қара бұрышпен зіра қосып араластырамыз. Негізі мен қазыға түймейтін етімді де, әшейін етімді де барлығына өсіп сарымсақпен бұрышты, зіраны араластырып қоям. Сол еттердің өзінің дәмі де тұрып, қазының дәміндей болып керемет болады. Бетіп жақсылап араластырамыз, барлық жеріне сіңсін, және бұл еттеріміз өстіп бір күн бойына тұрады. Ал енді қазы түю үшін ішектерді жақсылап жуып алуымыз керек. Сонымен қатар қартасы мен қарнын да жақсылап жуамыз. Бұл қартасын, қазысын барлығын ыдысқа салып, үстіне біраз, 1 уыс, 2 уыс тұз салып, сол тұзбен бұны мыжғылап жуамыз. Қатты мыжғылап жусаңыздар, сыртындағы шірелерінің барлығы түседі. Бүкіл лас нәрселерінің барлығы түседі. Сосын жақсылап жуып, ішін, сыртын бәрін суын жүргізіп, тазалап жуып алғаннан кейін бір үлкендеу ыдысқа ыстық су қайнатамыз. Ыстық суды қайнап тұрған ыстық суға тағы да 2-3 уыс тұз салып, тұзды аямай сала беріңіздер. Тұз салып, сол су қатты қайнап тұрған кезде жаңағы
қарынды және қартаны салып 1-2 минут қайнатып аламыз. Сол кезде сіздердің қарын қарталарыңыздың кейін етке қосып салсаңыздар ешқандай иісі болмайды. Ал егерде олай ыстық суға салып алмасаңыздар, жаңағы иісі біртүрлі болып шығып тұрады. Ал енді ішегімізді ыстық суға салмаймыз. Ішекті бір салқын суға тағы да тұз салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Ертесіне тағы сумен шайып жуып жіберіп, солай осылайнан қазымызды ішіне салып түйе береміз. Достар, мен бұл әрекетім видеоға түспей қалыпты. Егерде қаласаңыздар, келесіде жақсылап видеоға түсіретін болам, қалай жуатыны туралы. Ал енді бір күн өтіп, тұзы әбден сіңді. Енді тоңазытқыштағы жаңағы ішегімізді алып, ішіне осылай етпен толтырамыз. Бір ет, бір май, бір ет, бір май қылып салсаңыздар, қазыларыңыз өте керемет дәмді болып шығады. Өте майлы болып кетсе де, жеуге кішкене ауырлау болып кетеді. Неге осылай жасай бересіздер. Достар, егерде осы видео ұнаса, лайк басып, бөлісіп отырыңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар. Осындай қазақ тіліндегі видеоларға лайк басып, қазақ тілінің өркендеуіне өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Кім мен қазақпын десе, сол лайк бассын. Неге шетінен ет пен майды араластырып салып жатырмын. Кешегі ішіне салған сарымсағым мен бұрыштарымның иісі өте керемет болып шығып тұр. Негізі осындай қазағымыздың асындай ас еш жерде жоқ екен. Оған Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Осындай біздің ата-бабамыздың бізге қалдырған осындай өнегесіне, осындай дәстүріне өте ризамын. Және мақтан аламын. Неге қазымыз дайын болды, екі жағында жіппен байладық. Қазыны мен осылай ұзын қылып жасадым. Керек кезінде қанша керек сонша кесіп, бір жағын тігіп, етке қосып аса береміз. Мен мынау жаңағы бір ыстық суға батырып алған қартамыз бен қарынымызды кішкенеден осылай турап, пакетке салып, бөліп салып қоямыз әр асқанға. Және мына қарынның ішінде кішкене бездері болады. Оны да жақсылап кесіп алып тастағандарыңыз жөн. Ал енді барлығы дайын болды. Мінекей қазымыз. Міне етті әр асымға бір сүйек бір еттен бөліп салдым. Және қалған еттерімнің барлығы тұздағанда шыққан өзінің соғына осылай шелекке салып қойдым. Ішінде бұрышы да, зірәсі да және сарымсағы да бар. Және ол шелекті сол күйі тоңазытқышқа салып қоямын. Тоңазытқыштың ішінде сақтала береді. Ал енді осымен тәмам. Келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Басқа да видеоларымды көре отырыңыздар. Өздеріңізге пайдалы ақпарат табасыздар деп ойлаймын.